Мынауың шай ма? Сүт қосқан су ғой. Арманға айтып едім, ауылдағы көршінің қызы Айнұрға үйлен деп, тыңдамады. Мам, қойыңызшы. Мен өз таңдауымды жасадым. Менің әйеліме тиісе бермеңіз. Ойбай, не дедің? Рахмет саған жаным қолдауыңа. Ол маған керек еді. Әрине қолдаймын. Сенің жаныңда әрқашан боламын. Менде бір керемет ой бар. Ертең көресің. Тек сен маған қосылып ойнасаң болды. Маманы ренжітпей үйіне қайтарамыз. Мама, Дәулет екеуміз шештік, сіздер бізбен бірге тұрасыздар. Не? Не деп тұрсыңдар? Я, біз шештік. Мама, Айнұрсын бөлмеңізге арнап дизайн жобасын дайындап қойды. Анау қонақ бөлмені түгел бұзып, сізге арнап жатын бөлме, демалатын орын жасаймыз. Мама, қараңшы, мен сізге көрсетейін. Ауылдағы үйіңізді сатып, ақшасына керемет жөндеу жасаймыз. Сіз енді біздің қасымызда боласыз. Мәңгілікке. Жоқ, қайдағы үй сату, қайдағы жөндеу. Ойбай, ауылдағы тауықтарымды кім бағады? Кетуім керек, жиналдым. Болды балалар, мен кетейін. Шаруаларым бастан асады екен. Телефон соғып тұрыңдар. Ал, аман болыңдар. Сенен асқан айлакер жоқ екен. Ең бастысы мамамыз ренжіген жоқ, өз еркімен кетті.